Қазпошта акционерлік қоғамында мен 23 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келе жатырмын, экспедитор ретінде. Оның алғашқы 15 жылында арнаулы байланыс жүйесінде экспедитордан аға экспедитор ретінде қызмет атқардым. Ал бүгінгі күні осы ЕМС Қазпошта филиалында 10 жылдай болып қалды. Қызмет атқарып жатқан 10 жылға жақындап қалды дейміз. 12 жылдан бері істеп жатырмыз ғой. Енді әрине экспедитор ретінде өзімнің тәжірибеме сүйеніп айтатығым болсам, бұл жерде жинақтылық өте маңызды рөл атқарады. Өйткені бір тәуліктің ішінде түсіп жатқан өте көп дүние жүзінің барлық тарапынан түсіп жатқан почтаны өңдеп, оны қабылдап, оны әрбір маршрутқа таңертеңгі курьерлерге құжаттарға тіркеп дайындау үшін үлкен еңбек атқару керек. Ол жерде бірінші атқаратын іс жинақтылық. Ол жерде әрине жылдамдықта өте маңызды орын алады. Біздің ең басты мақсатымыз клиентіміздің көңілін табу. А клиент деген ол кім? Ол халық. Біз бір сөзбен айтқанда халыққа қызмет етіп жатырмыз. Сол себептен халықтың қашанда көңілін табу үшін ең алдымен жинақтылық, жылдамдық, әрбір істеп жатқан ісімізді өте жоғарғы сапада атқаруға бар күшімізді салып отырамыз.